Сәлем достар. Бүгінгі менің сіздерге таныстырайын деген кітап ол. Мына кітап администратор Инстаграм деген. Бұл кітапты мен жалпы қашан алдым. Мен бұны декретте отырайын кезде 2022 жылда где-то жаз айларында сол кезде алған болатынмын. Және де бұл кітапты мен неге алдым? Бірақ сен неге блогер болмайсың? Или анандай таргет СММ деген жұмыстар жасауға болады, үйде отырады деген секілді бір әңгіме айтты да. Содан кейін мен осы онлайн жұмыстарды өзім бір қарай бастадым. Таргет, СММ дегендерді. Соларды қарай бастадым да. Осы кітапты сатып алған болатын. Бірақ бұны сатып алғаннан кейін мен бұны асып оқыған жоқпын. Басын біраз оқыдым да соң қоя салдым. Соң жатты бұл кітап. Соң біраз уақыт өтті. Соң осы біраз уақыт өтті. Осы 24-те январьда февральда мен осы кітапты бастап оқыдым. Сол, кстати, бұл кітапта жалпы не туралы айтылған, не бар. Бұл кітаптың ішінде, мысалы үшін, СММ маманы болып жұмыс істегілеріңіз келсе, нөлден үйренуге болады. Жалпы СММ маман деген кім екенін білмесеңіз де, бұл кітапта ең басында сол туралы жазылған. СММ маманы бұл Инстаграм жүргізетін адам. Инстаграмыңызды жүргізіп береді. Егер бизнесіңіз болса, Инстаграмды жүргізе білмесеңіз, осы СММ мамандар, маркетологтар сіздің Инстаграмыңызды жүргізіп береді. Содан басталған. СММ маман кім деген сұрақтар басталады. Және де ағай, СММ маман бұл үшін не істеу керек, не білу керек, не оқу керек. Содан кейін ең алғашқы клиентті қайдан табады, сол клиентпен қалай сөйлесу керек, клиентпен сіздің араңызда қандай границалар қойылады, соның барлығы туралы жазылған. Және де өзіңіздің жүргізіп жүрген парақшаңызды қалай продвигать ету керек, қалай реклама жасау керек, блогерлермен қалай сөйлесу керек, реклама алу үшін. Таргетированный рекламаны қалай шығарады, сол туралы да жазылған. Және де, мысалы үшін, қандай бизнес түрі бар, мысалы үшін, балалар киім сататын дүкен болса, сондай дүкенді қалай, дүкеннің парақшасын қалай жүргізеді, қандай реклама шығарады, оның аудиториясы қандай деген секілді сұрақтардың барлығына осы кітаптан жауап алуға болады. Бірақ менің ойымша бұл кітап негізін, егер де сіз СММ маманы деген СММ маманы енді нөлден бастап үйренсеңіз, сізге бұл пайдалы болады. Ал егер сіз уже көп нәрсені білсеңіз, бұнда сіз тек білетін нәрселеріңізді ғана оқисыз. Өйткені бастапқыда сол білмейтіндерге арнап жазылған секілді негізі. Егер сіз көп нәрсені былай жағасында білсеңіз, уже бұл кітапты оқысаңыз, уже білетін нәрселерім деген секілді қарай саласыз. Новый ештеңке таппадым деген. Және бұл мен бұны бастап оқыдым ғой, жақында. Өзіме бір пайдалы нәрсе табам ба деп оқыдым. Өйткені мен тоже немнен подгузнеттер бизнесмен айналысам ғой. Сол бизнестен айналысқанда подгузнеттер туралы, мысалы үшін, парақша жүргіземін. Сол парақшада мен өзіме пайдалы нәрселерді алдым деп айта аламын. Өйткені мен СММ жұмыстан примерно білетінмін да,
бірақ я білмейтін нәрселерім де бар екен. Соны осы кітаптан өзіме түртіп алып, сол негізі я егер ісінің мамам болдарыңыз келсе бұл туралы әлі де ештеңе білмесеңіздер осы кітапты оқуға болады.